28 қаңтарда ең бірінші тұңғыш конституциямыз қабылданды. Одан кейін референдумны өзгерту бойынша 1995 жылы 30 тамызды біз қандай күн деп атаймыз? Конституция күні деп белгілеп, тарихта қалды конституция күні жылдан мереке дейміз. Осы мерекеміз тағы да конституция күні. Ата заң бұл бізге керек. Заңсыз біз өмір сүре алмаймыз Қазақстан. Заң болу керек. Бұл заң қатал заң болу керек. Сондықтан біз өз іргемізді беріп ұстаймыз. Енді ары қарай мінекей 2021 жыл тәуелсіздігімізге қанша жыл болды? 30 жылдың ішінде біздің еліміз бір қатар істер атқарды. Ал енді болашақта біз де осындай өзіміздің үлесімізді қосамыз деп айта аламыз. Рахмет. Алмас әпке рахмет сізге көп. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шермін. Кеше сенің келбетіңді арманғып, оданында бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт қораған қоғамда, өзіме өзім өгей болам ба? Алшам басып жүре алмаса алталар, азаттығым, теңдігімде жолғата. Stoplayın. жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келеді. Ол қазақтың ақыны, педагогы, публицисті, аудармашысы және де Ресей империясының ерекше бұйрығы бойынша 1910 жылы 19 ақпанда Ахмет Байтұрсынұлы қазақ облыстарынан басқа тыс жерлерге қоныс аударуға шешім қабылданады. Сөйтіп Ахмет Байтұрсынұлы 1990 жылдары Ақкөл Қостанай халықаралық уездеріндегі мектептер мен орыс қазақ училище 1912 жылы оқу құралы қазақ әдеби орынборда алғаш жарық көрді. 1913 жылы орынборда қазақ газетін ұйымдастырып, 1917 жылдың аяғында 1925-1929 жылдары қазақ халық ағарту институтында ағартушы болып жұмыс жасайды. 1929 жылы қамауға алынып, өзі Архангельский жылы аударылады, ал жұбайы 1882 жылы 1884 жылы ауыл мектебінде оқыды. Üstündeki kiyimi қазақша киімі киімі қазақи неде жасалған. Сол киімін көру үшін содан кейін
Ұстаз бейнесі шәкірт үшін адамгершіліктің ең жоғарғы үлгісі. Ұстаздың лаулаған жалыны әр жүрекке жылу сеуіп, нұр құятын қуаттың өмірдің қайнар көзі, тіршіліктегі шырақтың сөнбес ошағы. Ұстаз өзінің бар күшін, бүкіл өмірін бала тәрбиесінде бел буған періште. Мектепті білім тірегі десе, ұстаз оның жүрегі. Мұғалім жас ұрпақтың жан-жақты терең біліп қалуымен қатар, саналы да, тәрбиелі, ойлау деңгейі жоғары болу үшін тер төгіп еңбек етеді. Өз тәжірибемнен байқағаным, бала тәрбиесі сынып жетекшісінен үлкен жауапкершілікті талап етеді.